Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна. Бүгін достар, біз осындай өте керемет болып шығатын санды торт пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Барлық құрамдары описанияда болады. Ең алдымен бізге қажетті жұмыртқа, қант, бал, сода, май және де ұн. Ең алдымен біз осы қамырымызды жасайтын ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Егер де сізде мен сияқты кішкентай жұмыртқа болса, онда сіздерге 4 жұмыртқа қажет болады. Енді біз осы жұмыртқамызды жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Енді осы жұмыртқамыздың үстіне қантты салып, оны да араластырамыз. Осы массаның үстіне балды құямыз. Енді соданы саламыз. Содадан кейін бөлме температурасында тұрған майды салатын боламыз. Енді осы массамызды жақсылап араластырамыз. Біз бұл массамызды отқа қойып жақсылап араластырамыз. Себебі біздің осы қамырымыздың ішіндегі қант, бал, май деген заттардың барлығы еру керек. Мінекей шамамен осындай болу керек. Енді аз-аздан ұн салып араластырып отырамыз қамыр болғанға дейін. Мінекей менде осындай қамыр шықты. Енді мен осы қамырдың бәрін қолыммен біріктіремін. Астындағы ұнның бәрін қамырға сіңдіремін. Енді біз осындай пищевой пленканы алып, қамырымызды орап, 30-40 минутқа тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Мен қамырды тоңазытқышта 1 сағатта ұстадым. Енді мен осы қамырды 2 бөлікке бөлемін, себебі мен 2 сан жасайтын боламын. Мінекей достар, мен жаңа қамырды жайып, 2 деген санды кесіп алдым. Осының үстіне декор жағып, осындай 3 корждан жасадым. Мінекей қандай биік болып шықты. 4 деген санды жасадым, яғни 4, 2 деген 2 санды мен жасадым. Енді осы 4-тің үстіне екінші слойды қойдым. Мінекей достар, менде осындай болып шықты. Сіз бұл торттың бетін қалай әсемдесеңіз де, ол сіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен торттың бетін осындай жүрекше тәрізді печеньялармен әсемдедім. Мінекей қараңыздар, ол қандай биік болып шыққанын. Мен осы торттың бетін әсемдеуге осындай қопсытқыштар алдым, яғни бетіне себу үшін. Енді қазір осыларды себетін боламыз. Өте әдемі болып тұрады. Және де осындай кішкентай жемістер алдым. Сол жемісті 4-ке бөліп, осы торттың бетіне қоямын. Мінекей мен жаңағы нені аштым.
Қазір мен осы торттың бетіне жаңағы қопсықыштарды себетін боламын. Мінекей сеуіп жатырмын. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шығып жатыр. Шын өмірде көрсеңіздер, өте керемет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңыз қуанып қалады. Егер де сіз жаңағы бұның қамырын пісірген кездесін қамырыңыз қатты болып кетіп, сіз уайымдап жатсаңыздар, онда ол қамыр осы декорға сіңіп, өзімен өзі жұмсарады. 100% гарантия беремін. Мен жаңағы жемісті осындай етіп қойдым. Мінекей қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты. Жаңағы қопсықыштар бұл тортты одан сайын әсемірек етіп көрсетіп тұр. Бұл торттың жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.